Сәлем! Бүгін сенімен 10-18 наурызда келген дүниежүзі тарихынан слифтарды қарайтын боламыз. Бірінші сұрағымыз Оливер Кромвель мен Вильгельм Аранскийді сәйкестендіру дейді. Қара, бізде Оливер Кромвель ол осы жаңа әскердің негізін қалаушы, және ол парламенттің қолбасшысы. Өзі Оливер Кромвель Хантингтон деген жерден шыққан. Оның лауазымы генерал-лейтенант болатын еді. Кейін ол тағы да теміржондылар әскерін құрып, Ирландияға жорық жасайтын еді. Осы жорықтардың нәтижесінде Оливер Кромвель Англия, Шотландия, Ирландияның өмірлік лорд протектор болып аталатын еді. Ал Вильгельм Аранский ол бізде 1689 жылы Англияда даңқты төңкерістің или даңқты революцияның нәтижесінде билікке келген кісі. Оның әскерлері Лондонда басып алатын еді және билікке өзі келетін еді. Бұл нәрсені біз сендермен даңқты революция деп айтамыз, себебі ол қан төгіссіз болған еді. Келесі сұрағымыз Трианон мен Сен-Жермен келісімі дейді. Трианон келісімі бізде Венгриямен жасалған келісім шарт еді. Венгрия бірінші дүниежүзілік соғыста жеңіліп, және сол себепті Венгрия біраз жерлерін береді. Мысалы, Словакия деген жерді, Закарпатияны Чехословакияға беретін болады. Ал Трансильванияны Румынияға береді Венгрия, Хорватияны Югославияға береді. Сонымен бірге осы Трианон келісім шартында бізде Венгрияның қарулануын шектеу қояды және репарация төлеудің заңдастырған болатын еді. Ал енді Австриямен жасалған келісім шартты біз сенімен Сен-Жермен дейміз. Бұл да бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін. Және Австрия-Венгрия бұл келісім шарт бойынша Австрия-Венгрия деген мемлекеттің ыдырауы бекітілген болатын еді. Австрияның аншлюсына тыйым салынатын еді. Австрия қарулануына шектеу салып, репарация төлеуін заңдастыратын еді. Және оңтүстік Тироль деген жерді Италияға беретін еді. Келесі сұрағымыз айтады. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін Ресей жерінде пайда болған мемлекеттер. Ол Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Беларусь және Украина. Или Беларусь ұлттық республикасы, Украина ұлттық республикасы деп айтаймыз. Айтады, бірінші дүниежүзілік соғыста құлаған империялар дейді. Шынымен де бізде бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін мысалы Герман империясы, Австро-Венгрия империясы, Ресей империясы және Осман империясы сияқты мемлекеттер құлайтын болатын еді. Кулич саясаты. Кулич бізде президент, ақш-тың президенті. Бұл кезінде бізде Америкасы бизнес деген ұранын жариялайтын еді. Кім? Бұны Кальвин Кулич жариялайды. Кальвин Кулич кезінде айтады, жыл сайын корпорацияларға салықты төмендететін еді. Корпорация деген сөз ірі компаниялар, және ірі компаниялардың мемлекеттік субсидия бере отыратын еді. Және монополия табыстың өсуіне жағдай жасалды дейді. То есть, бұл айтқанда Кулич бизнесмендерде, әсіресе ірі бизнесмендерді қолдаған екен. Мемлекеттің экономикалық өмірге барынша аз араласуына тырысатын еді. Және осы аз араласуы негізіне кейін болашақта дағдарысқа алып келетін еді. Айтады, осы Кулич кезінде үкімет пен бизнестің арасында тығыз ресми емес ынтымақтастығы болатын еді. Таған Кулич бізде ішкі саясатында иммиграцияны әрі қарай шектеуді жақтаушысы болатын еді. Иммиграция дегеніміз сырттан келушілер, Америкаға көшіп келушілерді шектеуге тырысатын еді. Кулич оң саясаттардың ішінде, ішкі саясатында біз айтамыз 1924 жылы ол американдық үндістер үшін азаматтық құқықтар берген еді. Кулич үкіметі фермерлар мен кеншілердің жағдайы мен қажеттіліктерін елеген жоқ деп айтамыз. Мысалы, осы Кулич кезінде фермерлерге көмек туралы заң жобасы 2 рет қабылданбаған еді. Кулич кезінде тағын Америкада қара нәсілді американдықтарды кемсітушілік, дискриминация дейміз ғой, осындай өте көп болатын еді. Сонымен қатар нәсілшілдік, антисемиттік, антикатоликтік көңіл-күйлер жағдайы болатын еді. Бірақ Куличтан кейінгі кезеңде уже дағдарыс басталатын еді. Туберкулез таяқшасы дейді бізде Роберт Кох ашады және ол үшін Нобель сыйлығын алатын еді. Мынандай сұрақ. 1965 жылы болған реформалар Кассиген-Рапалло келісім шарттары қай елдер арасында болды дейді. Қара, бұл жерде негізінде екі нәрсе бар. 1965 жылы ол Кассиген реформасы қабылданады. Ол Брежнев кезінде еді. Оның Кассиген реформаның басты идеясы экономикалық реформалау болады. Бірақ, если честно, ол да сәтсіз аяқталады. Рапалло дейтін болсақ, ол 1922 жылы Германия мен РКФСР-дің арасындағы дипломатиялық және экономикалық қатынастарды қалпына келтіру. Осы Рапалло келісім шарты.
100 жылдық соғыс болған елдер дейді. Ну, понятное дело, бұл Англия мен Франция 1337-1453 жылдар. Келесі, Арабхатадан жаңалықтары дейді. Окей, Арабхата дегеніміз ол үнді математига, ол Пифагор теоремасын білген, синус пен косинустар теоремасын ашқан, скорее всего, ең көп келетіндерін осы. Ол аспан әлемін зерттеп, жердің күнді айналатын алғаш рет айтқан ғалымдардың бірі болады. Келесі сұрамыз. Рим ашық қала туралы көп жауапты дейді. Қара, Рим ашық қала дегеніміз ол бізде фильм сондай. 45 жылы шыққан, және оны не істеген режиссері Росселлини болады. Ол қандай бағытта жасалған? Неореализм бағытында. Бұл жерде фильмде осы итальяндық қарсыласуға қатысушылардың ауыр азабы мен ерліктері мен жан тербелтетін шындықты көрсетілген дейді. Сонда Рим ашық қала деген фильм осындай фильм екен, иә. Қос өзенде су тасқыны туралы жайлы жазылған шығармалар. Бұл жерде бізде Гильгамеш туралы миф болады. Бұл жерде ең алғаш рет осы тарихта топан су басқаны туралы ақпарат кездеседі. Келесі сұрақ, Сталин кезіндегі саясат дейді. Ну, енді оның нақты қайсысын айтып отқан несі, бірақ Сталин кезінде бізде индустрияландыру, ұжымдастыру және қуғын сүргін кезеңдері болады. Америка қалай басқаша аталды дейді. Негізінде Америка деп аталмас бұрын, бұл жерде біз тоты құстар жері деп атайтын едік. Ихэтуандар көтерілісі деген сұрақ беріпті бізге. Я, қара, мысалы басында Ихэтуан деген ұйым болған. Жақсы, және Ихэтуан деген ұйым 1898 жылы уже әрекетін күшейте бастайтын еді. Және Ихэтуан дегеніміз ол бейбітшілік және әділеттілік атынан көтерілген жұдырық деп аударылады. Бұл өзі Шандун деген жерде құрылып, сол жерде әрекет ететін еді. Енді Ихэтуандардың көтерілісі шетелдіктерге қарсы болады. Және олардың көтеріліс ретінде 99 жылы бастайтын еді. Олардың андай ұрандар бар. Жат жерліктерге өлім келсін, біз мен әулетін қалпына келтіреміз деген ұраны болады. Сол кезде Ихэтуандар көбінесе шетелдіктердің, европалықтардың үйлерін өртеп жатқан кезде, өлтіріп жатқан кезде 8 мемлекет, европалық мемлекеттер, көбінесе Англия, Франция, Германия, ақш, Ресей, Жапония, Италия, Австрия, Венгрия 1900 жылы осы 8 интервенция жасайды. Интервенция деген сөз әскерін енгізеді осы Қытайға көтерілісті басу үшін. 1901 жылы Цин үкіметі жеңіледі, және сөйтіп 8 державамен қорытынды хаттамаға қол қояды. Қорытынды хаттама деген осындай құжат қой, сонда аты. И бұл құжат бойынша Қытайда шетелдіктерге қарсы саясат жүргізетін барлық қоғамдық ұйымдарға тыйым салынған еді. Келесі сұрағымыз. Ресей ұлттар лигасынан неге шықты? Былай болады. 1939 жылы 30 қарашада КСРО Финляндияға қарсы соғыс ашады. Бұл соғыс неден басталды? Финляндияның астанасы Хельсинкиді бомбалаудан басталатын еді. И сол үшін КСРОны ұлттар лигасынан шығарып жіберді. Джеймс Хагревс не ойлап тапты? Ол Дженни деген механикалық жүк иіру машинасын ойлап табады. Месопотамия жерін ежелгі грек ғалымдары не деді дейді. Қара, Тигр мен Ефраттың аралығын қос өзен деп айтамыз ғой. Сол жердің ортаңғы және төменгі ағыстарын жерлерін грек географтары Месопотамия деп атайтын еді. Ниппон Нихон дейді. Ниппон Нихон дегеніміз ол Жапония туралы айтылған. Ұлы қоныс аудару 4-7 ғасырларда басталған негізгі тайпалардың бірі ғұндар болады. Ніл өзенінің бойындағы тарихи жерді біз Нубия деп атаймыз. Және бұл жерде Нубия көне Египет тіліне аударғанда алтын деген сөзді білдіреді. Қырым соғысын аяқталған соң не болды деп айтамыз. Қара, Қырым соғысы бізде 1853-56 жылдары болады. Бұл дегеніміз кімнің арасында? Туркия мен Ресейдің арасында. Ресей бұл жерде жеңіледі. Себебі Туркияға Англия мен Франция деген сияқты елдер көмектеседі. Жақсы. Бірақ енді одан кейін не болды? Одан кейін, мысал үшін, Осман империясында біраз өзгерістер болады. 1856 жылы сұлтан үкіметі дейді, Осман империясында шетелдіктерге жерді жеке меншікке сатып алуға рұқсат береді. 56 жылы түрік сұлтаны Абдул-Меджид манифест шығарады. Құжат шығарады, сондай. Ол бойынша айтады, енді барлық Осман империясындағы азаматтары құқығы заң алдында бірдей деп жариялайтын еді. 1856 жылы Парижде бейбіт бітімге қол қоятын еді.
яғни осы Қырым соғысы Париждегі бейбіт келісімге қол қоюмен аяқталды. Ресей Түркияға оңтүстік Бессарабияны береді, Қара теңізді бейтараптандырылады, Сербия, Молдова, Валахияда сұлтан билігі сақталатын болатын еді. Тағы бір момент, осы Париж келісім шартының шеңберінде Англия мен Франция Осман империясымен ерекше келісімге қол қояды. Ол келісім бойынша Англия мен Франция Осман империясына тұтастығы мен тәуелсіздігіне кепілдік берген еді. Қырым соғысы Түркияға өте ауыр зардаптар алып келді. Ол жеңгенге қарамастан, ол Англия мен Франция Түркияға өте көп несие алды. Және сол себепті Осман империясы қаржы несие арқылы еуропалықтарды қанау зардабына ұшыраған еді. Жақсы, келесі Варшава ұйымында қандай міндеттер болды дейді. Варшава шарт ұйымы бізде 1955 жылы құрылған еді. Және бізде 1955 жылы Варшава шарт ұйымында өте бұл КСРО құрған ұйым. Және оның мақсаты былай өзіміздің сөзбен тілмен айтқан кезде қорғау, қауіпсіздікті қамтамасыз ету бәрін біріктіріп. Енді қара, мынандай нәрсе дейді. ВШУ-ға қатысушылар дейді бірлескен қауіпсіздігін қамтамасыз ету, Еуропадағы және бүкіл әлемдегі бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау және нығайту үшін күрес салдарында сыртқы саяси күш жігерін үйлестіру мақсатында құрылған дейді. Или болмаса мынандай нәрсе бар. Келісімге қатысқан елдер ВШУ деген елге, олардың егемендігі мен тәуелсіздігін бірлесе қорғауды және қорғаныс салаларында әріптестікті қамтамасыз ету деген варианттар да болуы мүмкін. Тағы мынандай нәрсе бар. Варшава шартына мүше елдерге кеңестік әскерлердің болуы заңды деп жарияланды. Сонда екінші дүниежүзілік соғыстан кейін осы көптеген шығыс Еуропа елдерінде кеңес үкіметінің әскерлері бар еді. Сояқта отырып еді. Және осы нәрсені ақтау үшін Варшава шарт ұйымы құрылды деп айтады. Себебі мына осы кеңес үкіметі болған әскерлерді оларды ауыр қару-жарақ болмаған еді дейді. Осылайша КСРО өзінің батыс шекарасын қауіпсіздікпен қамтамасыз етіп отыр еді деп айтамыз. 1922 жылы Түркияда сұлтан билігінің қай жиналыс бойынша алынды? Шынымен де бізде 1922 жылы Түркияда сұлтан билігі жойылады. Ол жерде енді мәжіліс жойды деп айтады дейді. Но негізінде ол түрік ұлы ұлттық жиналысы как раз таки осы нәрсені жояды деп айтамыз. Сол уақытта Түркияда негізгі билік тұждың қолында болатын еді. Мюнхен жоспарына келетін болса, қара. Мюнхен жоспары дегеніміз Чехословакияға қатысты 1938 жылғы жиналыс енді бұл. Жоспары деп айтылмайды, но Мюнхен жиналысында былай болады. Бұл жерде басты мәселе Чехословакияның мәселесін шешу. Яғни Чехословакияның Судет деген облысы болады. Сол Судет облысын Германияға берсін деп талап ете бастайды Германия. Енді қара, бұл жиналысқа Германия жиналады, Италия, Англия, Франция басшылықтары жиналады. Бірақ Чехословакияның басшысын шақырмайды. Сөйтіп, бұл шешім бойынша Судет облысын все-таки Германияға, Гитлерға беретін болады. Бұл жерге қатысқандар кімдер осы Мюнхен жоспары? Ол Гитлер, Муссолини, Чемберлен, Даладье. Осы. Бұл шешім дейді орталық Еуропадағы бейнесін елеулі түрде өзгертті. 1662 жылы Англия ғылым академиясының тағында кім болды? Король дейді. Но өзі былай негізінде. 1662 жылы Лондонда корольдік қоғам құрылды. Бұл корольдік қоғам дегеніміз қандай қоғам екен? Бұл ғылым академиясының рөл атқарған екен. То есть ғылым академиясы деген сөз сол уақыттағы бүкіл ғылыми мекемелерді, ғылыми зерттеулерді қарастыратын, қолдау көрсететін ұйым болады. Соның ролін корольдік қоғам деп атады. Италия королі 3 Виктор Эммануэл кімді үкімет басшысы етіп сайлады дейді. Оның дұрыс жауабы Муссолини болады. Қара. 1922 жылы 28 қазанда Муссолинидің фашистері, фашизм негізін қалаушы Муссолини, ол өзінің жақтастарымен бірге Римға жорыққа барады. Жорыққа барған деген сөз, өзінің митингпен барады, давайте деп. Олардың не талап етіп отыр? Олар айтып отыр, давай, үкімет кетсін, бізге билік беріңдер деп талап барады. Сол кезде үкімет біріншіден өзі шынымен де отставкаға кетеді, ал 3 Виктор Эммануэл фашистерге қарсы әскер жібермейді. Сонда король айтады, давай дейді Муссолини, фашистердің арасынан біз 4 министр сайлайық деп король айтады.
Муссолини айтады, жоқ, маған 4 министр керек емес дейді. Мен бүкіл өзім премьер-министр болып, бүкіл бөлік өзім қолымда болуы керек деп талап етеді. Сонда 3-ші Виктор Эммануил, итальян король, бұған келіседі. Біздегі Муссолиниді Дучче деп атайтын еді. Дучче дегеніміз осы көсем деген сөз. Бұл ұсынысты аз көреді, 4 портфельді. Одан бас тартып, король мен оны Римге шақырып, кейін үкіметті басқаруды ұсынады. Сөйтіп парламент алдына шығып, Муссолини сенім вотумын алды. Яғни, енді осыдан кейін бүкіл билік Италияда Муссолинидің қолында болатын еді. Мына осындай оқиғалар, осындай слифтар, сұрақтар, тағы да сұрақтар болса, міндетті түрде жазып кетіңдер, қарайтын боламыз, талдайтын боламыз. Осымен бүгінгі талдауымыз аяқталды. Барлықтарыңа рахмет, аман сау болайық.